Көп адам кимчи пайдалы ма, әлде ашытылған капуста ма деп ойлайды. Екеуінің де түбі бір ашытылған, яғни ферменттелген көкөністер. Бірақ олардың айырмашылығы бар. Ашытылған капустаның дәмі жұмсақ, ал кимчи ашылау, дәмдеуішке бай. Кимчи әдетте Пекин капустасынан жасалады. Оған дайкон редисі, қызыл бұрыш, имбир, сарымсақ пен тұз қосылады. Сол себепті кимчиде көкөністері көп, фитонутриенттері де молырақ болады. Кимчидегі пайдалы лактобактериялар асқазандағы ауыр жағдайларға төтеп беріп, ішектегі зиянды микробтарды басады. Олар ішек қабырғасын қорғайтын шырышты қабат түзіп, патогендердің зиянын азайтады. Тағы бір маңызды қасиеті серотонин деңгейін арттыруы. Ал серотонин көңіл күйге, ұйқыға және жалпы ағзаның тыныштығына жауап беретін гормон. Оның негізінде мелатонин түзіледі, ал мелатонин жасуша ішіндегі ең күшті антиоксиданттардың бірі. Ашытылған капустада дәл осылай өте пайдалы. Ондағы ашыту процесі ас қорыту жолындағы патогендерді басады, зиянды бактериялардың көбеюіне жол бермейді. Ол тек бактерияларға емес, кейбір зиянды ашытқыларға, грибоктармен мен көберулерге де қарсы әсер етеді. Сондықтан ашытылған өнімдер ішек үшін өте маңызды. Екі өнім де тоңазытқышта жақсы сақталады. Ашытылған капустада лактобактерия мөлшері сәл көбірек, ал ол ішек пен иммунитет үшін аса қажет. Кимчи мен ашытылған капуста табиғи бактериоцидтер түзеді. Бұл заттар кәдімгі антибиотиктер сияқты ішектегі пайдалы микрофлораны жоймайды, керісінше зиянды бактерияларды ғана тежейді. Кей жағдайда антибиотикке төзімді микробтар көбейгенде, дәл осындай ашытылған өнімдер ағзаға көмектеседі. Екеуіне ортақ тағы бір үлкен артықшылық, олардың крестфүлді көкөністерге жатуы. Бұл көкөністерде глутатион көп, ол ағзаны зиянды қалдықтарын тазартуға қатысады. Антоциандар бар, олар қартай процесін баяулатады. Сонымен қатар капустаның құрамында асқазан мен ішектің шырышты қабатын қалпына келтіруге көмектесетін ерекше витамин бар. Ол гастрит пен ойыл жара кезінде пайдалы, асқазан сөлін бөлетін жасушаларға тікелей әсер етеді. Ішек жасушаларының негізгі қорегі глутамин. Ол етте, сүйек сорпасында, жұмыртқада ғана емес, ашытылған капустаның өзінде де кездеседі. Ал кимчиде бұған қоса ашытылған сарымсақ бар. Бұл микробтарды жоятын, қабынуды азайтатын, иммунитетті күшейтетін өте күшті табиғи өнім. Имбир де ашыту кезінде әсерін күшейтіп, ас қорытуға жақсы көмектеседі, іштің кебуі мен ауырлықты азайтады. Бұрыштағы пайдалы заттарда ферментация кезінде күшейіп, қан айналымды жақсартады, зат алмасуды жандандырады, май жағуға көмектеседі. Салмақ тастау тұрғысынан кимчи сәл басымырақ, себебі ол қандағы қантты тұрақтандырып, инсулинге төзімділікті төмендетуге ықпал етеді. Бірақ кимчидің ащы дәмі бәріне бірдей жақпайды. Сондықтан ең дұрысы кимчиде, ашытылған капустада кезек-кезек, шамамен жеу. Маңыздысы бұл өнімдерді міндетті түрде шикі күйінде пайдалану. Қайнатылған, пастерленген түрлерінде тірі пайдалы бактериялар болмайды. Ал енді тоғышек полиптерінің алдын алу жайына келсек, ашытылған капуста бұл жерде де өте маңызды. Полип ішек қабырғасында өсіп шығатын тін, ал кейбір түрлері уақыт өте қатерлі ісікке айналуы мүмкін. Ашытылған көкөністердегі сүтқышқылды бактериялар патогендерді басады, ішек жасушаларының қорғаныш қабатын күшейтеді, канцерогендерді байланыстырып, қабынуды азайтады. Бұл өнімдер тек пробиотик қана емес, сонымен қатар пребиотик те. Яғни ішек микрофлорасын қоректендіретін талшыққа бай. Сол талшықтардан түзілетін май қышқылдары ішектегі қабынуды азайтып, полиптер мен ісіктердің өсуін тежейді. Күнде көп мөлшерде жеудің қажеті жоқ, бірақ аптасына кемінде бір рет ашытылған капуста жеп тұру ішек саулығы үшін өте дұрыс әдет. Көп көрермен доктор Берг арнасын жазылусыз көреді. Ал жазылу дәл осындай пайдалы, шынайы, қазақша медициналық контенттің жалғасуына үлкен қолдау. Егер сізге ыңғайлы болса, дәл қазір жазылып, бұл видеоны жақындарыңызға жіберіңіз. Бір адамға болсын пайдасы тисін. Берік болыңыз, бірге болыңыз.